Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен дауыссыз дыбыстар тақырыбын өтетін боламыз. Дауыссыз дыбыстар дегеніміз не? Өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан пайда болған дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Яғни дауыссыз дыбыстарды біз айтқан кезде, дыбыстаған кезде ауа белгілі бір кедергіге ұшырап, яғни қиналып шығады екен, еркін шықпайды. Дауыссыз дыбыстардың түрлері. Дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай үшке бөлінеді. Олар қатаң дауыссыздар, ұяң дауыссыздар және үнді дауыссыздар. Қатаң дауыссыз дыбыстарға п, ф, к, қ, т, с, ш, щ, х, ц, ч, х дыбыстары жатады. Яғни аты айтып тұрғанда айтқан кезде дауыс өте қатаң шығады. Ұяң дауыссыз дыбыстар б, в, г, ғ, д, ж, з. Бұл қатаңға қарағанда кішкене болса да дауыс ұяңданып, еркіндеу шығады. Енді үнді дауыссыз дыбыстар қандай екен? Р, Л, И, У, М, Н, ң. Бұл дыбыстарды айтқанда, яғни белгілі бір үн пайда болады. Енді сіздерге бір лайфхакты айтқым келіп отыр. Қалай тез жаттап аламыз? Үнді дауыссыздарды айтқанда, жаңа жоғарыда айттым. Р, Л, И, У, М, Н, ң. Бұның барлығында белгілі бір үн бар. Осылай жаттап алсаңыздар болады. Яғни Р дегенде бірінші алдында дауысты, содан кейін Р. Л дегенде дауысты, Л. И үн бар. У үн бар. М, Н, ң. Бұның барлығының бір үнмен шығады. Ұяң дауыссыздарды қалай жаттап алуға болады? Алфавит бойынша Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Бұлардың барлығы алфавитте қатар тұрған дауыссыздар. Егер алфавитті рет-ретімен білсеңіздер, онда Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З алфавитте қатар келетін дыбыстар екенін білесіздер. Ал қалғандардың бәрі өте қиын айтылатын дыбыстар, олар қатаң дауыссыздар. Сонымен қорытынды, өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан пайда болған дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейміз. Яғни ауа еркін шықпайды, кедергімен шығады, дауыс жоқ, дауыс аз ғана. Бұл дауыссыздарды айтқан кезде үш түрі бар: қатаң, ұяң, үнді. Осы жалпы дауыссыз дыбыстар жөнінде білетін материалдар осы ғана. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар.